мен пойызда 2 күн Алматыға жеткенше осы Хамза Есенжанов ағамыздың 90 жылдығын аталатында мерейтойына келген ол кісі. Сол кезде бірге болып, жаңағы кетіп бара жатқан кезде өте сондай керемет отан сүйгіш, қандай әрбір сөзді қазіргі нағыз қазақ жігіттеріне, азаматтарына, патриоттарына ұстам болатын сөздер, ұран болатын ол кісінің айтқан әрбір сөзі енді өте сондай ғұлама адам ғой, ғұлама ақын, жазушы ғұлама ақын. Мен енді қазір еске түсірсем ол кісінің бір шумақтары, өлеңдері Қадыр ағамыздың бір қазіргі осы мынау жаңа Қазақстанға, мынау қазіргі мынау елін сүйетін жастарға, азаматтарға арналған бір ұран ретінде мен өзім қабылдап жүріп, арам дәулет сірә менен қайлықты, жұрттан артық алған емеспін айлықты. Жылқы менен, түйе менен, қой менен есептеген емеспін мен байлықты. Қадыр тегін жіберместі уақытты, құрдастарым мені талай қағыпты. Шығуы мен биігіне мансаптың есептеген емеспін мен бақытты. Болсым алақанға солай сызыпты, бірақ мәрте сыйладым мен жүзікті. Қанша қызды құшақтаумен қауышумен есептеген емеспін мен қызықты. Ел жұртыма ұнамасам тамықтым, әр күн сонда мен үшін тамықтым. Байлығым да, бақытым да қызықты, қалай маған қарауым халықтым деп. Сол мені халық үшін осылай тұтқан нағыз мені жоқтан шыққан сол кездер жазған, қазіргі мені өйткені бұл өмірлік құндылықтар. Ал енді сіздермен өте қуаныштымын. Мен енді өзім жеке кіріп шығайын деп едім, өйткені жеке бұл ешқандай менің программамда жоқ. Өзім өйткені Қадыр ағамызбен бір жүздескесін, көргесін, осы Оралға ресми түрде сапармен келгесін, сол келіп өте қуаныштымын.